Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге күзгі мезгілге және көктемгі мезгілге арналған осындай беретка тоқитын боламыз. Бұл беретканы тоқу үшін бізге ең бірінші жіп, сантиметрлік лента, крючок 5 размерлі және қайшы керек. Біз қазір мына беретканы тоқу кезінде бұл беретка өлшемсіз, размерсіз, яғни ешқандай бізге замердің қажеті жоқ. Белгілі бір расчетпен тоқи береміз, яғни стандарт размер 58-60 размерге дейін барады. Мына жібім менде қолданып отырған Alize Lanagold классик жібі 51% акрил және 49% жүннен тұрады. 100 метрге 100 граммға 240 метр. Бұның цветі 56 номерлі. Мен әдейі бұлай моток қылып орап алдым. Тоқығанда ыңғайлы болсын деп. Енді жұмысымызға кірісейік. Мен 5 номерлі крючокпен 4 воздушный петля алып аламын. Воздушный петляны алу барлығы да менің сабақтарымда бар. Алдыңғы сабақтарымда егерде жаңадан бастап жатқан болсаңыздар, міндетті түрде кіріп қарап кетіңіздер. Ссылка қалдырып кетемін. Және де каналыма лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде келесі сабақтардан қалып қалмас үшін. Енді осы жаңағы 4 петлямызды біріктіреміз де бір-біріне қосып, соединительный петлямен. Былай етіп қосып аламыз да 3 петля подъема көтереміз. 1, 2, 3. Енді осы біздегі кругтың ішін столбик с накидымен толтырамыз, яғни 9 столбик с накидом аламыз. Біздегі мына петля подъемымыз 1 столбик с накидымды алмастырады. Сол себепті 2, 3 мына жіпті қосып бірге алып жүреміз де, жіптердің арасына, тоқыманың арасына тығып жібереміз, жасырып. Және 9-шы. Енді бұл қатарды мына алдындағы қатарға біріктіреміз. Жаңағы біздің көтерген 3 воздушный петляның ең жоғарғысы үшіншісімен біріктіріп қосамыз былай етіп. Енді екінші қатарды тоқу үшін мен мына тұрған жерден былай қарай мына тесіктің ортасына соединительный петлямен жылжимын. Тағы да 3 петля подъема көтеріп аламыз да. Мына тұрған араларындағы тесіктің барлығына 2-2-ден столбик с накидом тоқып шығамыз. Мынау жаңа айтып өткендей 1 столбик накидан алмастырады. 2 мына тесікке 2. Осылай біз 18 столбик с накида тоқып шығамыз. Мына қатардың аяғында кездескенше өздеріңіз ары қарай тоқып шығыңыздар. Міне мен аяғына келіп жеттім. Енді әдеттегідей мына тұрған петля подъеманың үшіншісімен соединительный петлямен жалғап мына қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарда енді біз пышный столбиктар жасайтын боламыз. Жаңағыдай, тап жаңағыдай мен ортасына қарай жылжып, мына жерден столбик мынадай соединительный петлямен былай етіп ортасына қарай жылжып аламыз. Сосын былай кішкене жіпті созын құраймыз. Сосын барып, біз крючогымызға накид іліп аламыз да. Мына жерден 3 накид аламыз. 2, 3 накид аламыз да. Үшеуін бірге тоқимыз. Арасында 1 воздушный петля болады. Әрбір тесікке 2 пышный столбик тоқимыз 3 накидімен. Келесіге, мына келесі тұрғанға
екеу, біреу, екеу, үшеу, біреу, екеу, үш. Міне мен соңына келіп жеттім. Енді мына қатарды аяқтау үшін мына біз алып алған воздушный петляның үшіншісімен соединительный столбикпен былай аяқтаймыз. Енді келесі қатарға өту үшін мен тағы да мына ортадан жіпті алып соединить етемін. Сосын жоғарыға қарай былай кішкене созып құраймын. Енді мына тұрған біздің әрбір столбик с накидымның орталарындағы тесікке бір пышный столбик тоқитын боламыз. Яғни пышный столбик бізде мына петля кішкене созып аламыз былай. Сосын крючоктың басына накид кигіземіз. Крючокты тесікке не істеп, тағы да жіпті көтеріп алып, екі бізде накид болды. Үш накидпен тоқимыз. Үш накидті аламыз. Бір петля соединительный петля аламыз да, келесі мына тесікке тап солай етіп тоқимыз. Үшеуін біріктіріп тоқып, бір воздушный петля араларында болады. Біреу, екеу, үшеу. Осы үшеуін біріктіріп, воздушный петля аламыз. Келесі тесікке, яғни 18 воздушный петля алып аламыз. Осы қатар бойы барлығын воздушный петлямен тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Тап осылай етіп, осы қатарда аяғына дейін тоқып шығыңыздар. Өз беттеріңізше қатардың аяғында кездесеміз. Мен қатардың аяғына келдім. 18-ші пышный столбикті тоқып, енді мына қатармен біріктіретін боламыз. Бұл қатармен біріктіру үшін мына біздің воздушный столбигіміздің ең төбесінде бір өзі мынандай столбик болады, осымен соединительный столбикпен былай біріктіреміз. Енді келесі қатарды бастау үшін тағы да мен мына ортасынан соединительный столбикпен жылжып аламын. Енді бізде былай болады қатар. Мына тесікте екі воздушный столбиктер болады. Мына жерде обычный столбик с накидом болады. Қазір екеуін чередовать етіп тоқитын боламыз. Мына жерге екі воздушный столбик аламыз. Яғни біреу, екіншісі менде. Екеу, үшеу. Кешіріңіздер, мына жерде бір арасында бір воздушный петля болады. Біреу, екеу, үшеу. Мына келесісін алған кезде воздушный петля салмаймыз, бірден накид кигіземіз де, мына екеуінің арасынан, мына тесіктен өткізіп, былай столбик с накидом, екі столбик с накидом тоқимыз. Одан кейінгісіне тағы да екі воздушный столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, үш накидтен тұратын. Арасында бір петля соединительный, екіншісі біреу, екеу, үшеу. Мына жерде соединительный петля алмаймыз. Мынаның ортасынан бірінші столбик с накидом, екінші столбик с накидом. Келесісінде тап осылай қайталап, осы рядтың аяғына дейін өз бетімізше тоқып шығамыз да, келесі төртінші рядта кездесеміз. Міне мен тағы да мына қатардың аяғына келдім.
Енді жаңағыдай мына столбик, пышный столбиктің басында мына бірінші тұрған петля тұрады. Осымен мына тоқыманың аяғын біріктіреміз былай етіп соединительный столбикпен. Енді былай жасаймыз. Ылғи осы пышный столбиктардың өзіне пышный столбиктар тоқимыз. Ал мына жерде қазір менде сіздерге көрсетемін. Столбик с накидымды қосып отырамыз. 1, 2. Мынаның желательно барлығының размері бірдей болу керек. 2, 3. Арасында бір петля болады. Воздушный. 1, 2, 3. Енді мына біз алдыңғы қатарда 2 столбик с накидом тоқыдық. Енді біз екі жағынан да бір столбик с накидом қосамыз. Яғни мына жерде тұрған мына петляға өткізіп бір столбик с накидом тоқимыз. Мына бізде прибавка болады. Енді келесін тоқу үшін мен мына жерден рельефтный аламын. Яғни рельефті мына белінен алмаймын. Енді мына жерде тұрған екі петляның табасындағынан арт жақ бөлігінен рельефный столбик қылып аламыз. Екі рельефті столбик тоқылды. Міне, төртіншісін тап мына біріншісі сияқты мына жердегі петлядан іліп аламыз. Столбик с накидом тоқимыз. Барлық қатарда осылай қайталанатын болады. Мына әрбір пышный столбикта екіден пышный столбик қайталанып тоқи береді. Ол пышный столбиктің қатарын өзгертпейміз. Тек қана біздегі жаңағы мына столбик с накидымда қосылып отырады екі жағынан бір столбиктан. Бірінші столбик с накидым. Мына екіншісінен бастап, мына жерден екіншісінен бастап рельефный столбик болады. Изнаночный жағынан аламыз, яғни ар жағынан. Мына жерге бір қарапайым столбик с накидом қосамыз. Мына жерге екі пышный столбик, 1, 2, 3. Неде тұрады? Пышный столбик тоқимыз, екеуін дегенде. 2, 3 накидтан тұрады. Осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Келесі қатарда сіздерге бір рет көрсетемін. Сосын қай жерде кездесетінімізді айтатын боламын. Қатардың аяғында кездесейік. Міне мен бұл қатарды бітірдім. Бұл бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатар екен. Енді бұл қатарды тағы да мен жалғаймын. Алдыңғы қатарға біріктіріп. Біз не үшін жаңағы келесі қатарға өткенде мына пышный столбиктің ортасына қарай жүріп аламыз бұлай. Себебі біздегі мына егерде шов бірдеме, басқа бірдеме болса, көрініп қалады да жаман болып. Сол үшін әдемі болу үшін біз ортасына осылай бастаймыз. Ортасына пышный столбиктің ортасынан бірден бастап кетеміз бұлай. Тағы да пышный столбик тоқимыз. 2, 3 накидтан тұратын. Барлығында солай қайталаймыз. 2, 3. Бір прибавка. Простой столбик с накидом. Кейінгісінде біз қазір мына төртеуіміз, біздің алдындағы қатардағы төртеуімізде изнаночный рельефный столбик болады. Барлығын арт жақтан былай күрчекті кіргізіп, алдынан өткізіп, қайтадан екінші жіпке кіргізіп, былай тартып алып, столбик с накидом, рельефный столбик с накидом тоқып шығамыз. Былай. Енді мына жердегі петлядан, простой столбик накидом тоқимыз.
Яғни осы қатарда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидом болды, е? Келесі қатарда 8 болады. Осылай көбейтіп отырасыздар. Енді бұлай қалай қашанға дейін тоқи беретіндеріңізді қазір мен айтам. Мен қатарда бітірместен бұрын сіздерге айтып өтейін. Яғни бұл қатарды біз где-то 27 сантиметрге дейін тоқимыз. Міне, тура 27 сантиметр екен. Сантиметрлі лентамен өлшеп отырамыз. 27 сантиметр болған кезде қазір біздің тоқымамызда кездесеміз сіздермен. Мен міне тоқып шықтым, қыздар. Енді сантиметрлік лентамен бір қарап шығамыз. Екі басынан өлшейміз. 27 сантиметр болды, 27 сантиметр. Мен енді тоқымамды қазір қысқартатын боламын. Сосын біздерде мынандай 9 пышный столбиктен тұратын 9 мынандай сызықша болады, және де мына жердегі столбиктерім, столбик с накидом 16 столбик с накидомға келгенде тоқтады. Енді бізде қазір енді қысқарту қатары басталады. Қысқарту қатары көп емес, 4-5 қатар болып табылады. Бірақ қысқарту кезінде де біз мына пышный столбиктарды өзгертпейміз. Сол қалпында пышный столбикті пышный қылып тоқи береміз. Екі пышный столбик тоқимызды. Енді бізде мына жерде бұлай қарап аламыз, қыздар. Мына екі столбикті, сосын мына аяғындағы екі столбикті қысқартып отырамыз. Әрбір қатарда, әрбір жолақшада және қатарда. Әрбір қатарда. Қалай жасаймыз? Ол үшін біз бұлай істейміз. Мына столбиктер ғой бізде мына жерде. Сол столбиктің жанынан, артқы жақтан рельефный жасаймыз. Бұлай. Сосын мына екеуі де ортасында қалып, мына екіншінің қасындағы петляға кіргізіп, жібімізді тартып аламыз бұлай. Ортасында бір петляны тастап кетеміз, сонда мына екеуі қысқарған болып табылады. Бұлай. Сосын бұлай жаңағы не столбик с накидымды тоқып жалғастырып кетеміз. Ары қарай ештеме өзгермейді, тек бастапқы және аяғындағы екі столбикті қысқартып отырамыз. Яғни әрбір қатарда, әрбір үшбұрыштың ішінде соңынан және алдынан бір столбиктер бізде қысқарып отырады. Яғни екі столбик, әрбірінен екі-екіден. Әр қатар сайын солай қысқартамыз. Бізде мына столбик, мына үшбұрышта 7 столбик с накидом қалғанға дейін осылай қысқарта береміз. Қазір соңында қалай қысқартқанымды көрсетейін сізге. Қысқартқан жеріміз білінбей кетеді сол кезде. Ары қарай осылай өздеріңіз тоқып шығыңыздар. 4 қатар немесе 5 қатар келіп тоқтаған кезде кездесеміз. Яғни біздің мына үшбұрышымызда тап осындай столбик с накидомның 7-еуі ғана қалу керек. Сол кезде кездесеміз. 7 немесе 8 болады. 7 енді болмауы мүмкін. Сол себептен 8 қалғанда кездесейік. Қыздар, мен тоқып шықтым. 5 қатар тоқыдым, мына жерде 6 столбик с накидом қалдырдым, себебі 8 қалдырды алдында. 4 қатар тоқыдым да 8-ден кейін санап қарап едім. Менің мына жаңа бастың көлеміне тым үлкен болып кетті. Себебі 99 петля болып шығатын болып тұрғасын. Мен оны 6, мына жерде 6 столбиктен қалдырдым. Енді мына қатарды аяқтаймызда, енді біз резинкасына көшеміз. Резинкасының барлығы рельефный столбиктер болады. 2 алдыңғы рельеф және 2 артқы рельефпен тоқитын боламыз. Мына жерге біздің мына пышный столбиктарымыз бітті. Енді осының орнына алдыңғы 2 рельефный салатын боламыз. Столбиктер салатын боламыз.
Ол үшін жаңағы 3 петля подъема көтеріп аламыз. Сосын накид кигізіп, мына тұрған біздің пышный столбиктің артынан өткізіп, былай астыңғы жағынан алдыңғы бетінен алып, бірінші рельефный столбик аламыз. Екіншісінен тап солай, мына артқы бетінен ортасындағы жіп арқылы алдыңғы бетінен кешіреміз. Кешірім сұраймын. Осылай 2 рельефті өтті. Одан кейін мынадан да тап солай белінен, енді белінен рельефный аламыз. Артқы 2 рельефный. Біреу, екеу. Алдыңғы рельефный екеу. Артқы рельефт екеу. Мына біздің тағы пышный столбигімізға ылғи алдыңғы рельефный столбиктер келіп тұратын болады. Бір сызықтың бойымен ылғи алдыңғы рельефтер сәйкес келіп тұратын болады. Бұдан да біз 5 қатар тоқимыз. 5 немесе 4, қазір көз мөлшерімізбен қарайтын боламыз. Егерде 4 қатар жарап жатса, онда 4-ші қатардан тоқтаймыз. Ал егер 4 қатарды кішкентай көретін болсақ, тағы бір қатар тоқып жерге болады. Ары қарай тап осылай осы қатарды аяқтап, тап осындай рельефный қатарлар тоқитын боламыз. Осы қатарды аяқтайық, сосын қайтадан сіздермен кездесетін боламыз. Мен мына жерде шатасып кеттім. Шатаспаңыздар. Мен шатасып екеуінде біреуін кері, біреуін алдыңға алып жасап, мына жерде пышный столбик кетіп бара жатыр. Алдыңғы қатардағы тоқығандармен өрнегімізді бұзбай жүріп бара жатырмын, шатасып кеттім. Осылай өздеріңіз енді тоқып шығыңыздар. Қазір қатардың тоғының соңында кездесеміз сіздермен. Міне мен тоқыманың аяғына келіп жеттім. Осы 100 грамм жібіміз толықтай осы береткіге жетеді. Азғантай жіп қалды. 2 метрдей ма, сондай қалды. Неге қыздар, мен жұмысымды аяқтап, артық жібімді қиып жасырып, және мынандай әдемі беркімді қадап қойдым. Бұл береткіні күнді сіздерге түсіріп видеода қоятын боламын, тіркеп қандай болып тұратынын баста. Ал менімен бірге осы мастер-класты бірге өткізіп, қарап, менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет. Бұл шапкаге жалпы 100 грамм жіп кетеді. Полный мотогымыз кетіп тұр. Яғни мындай Alize Lanagold жібінің біреуі. 100 граммда 240 метр жіп толықтай кетті. Бұл жіпті мен Melange сайтынан сатып алғам. 850 теңге сияқты бар болғаны. Сонда сіз өзіңізге 1 сағатта 850 теңгеге әдемі, ешкімде жоқ береткі тоқып, өзіңіздің қолыңыздан шыққан дүниені киіп жүрген қандай керемет. Менің сабақтарымды, басқа сабақтарымды да көре аласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Тағы да неше түрлі тегін мастер-класстарды жүктейтін боламын алда. Келесі кездескенше сау болыңыздар.